Мүсіреповтың тілі мөлдір, әрі көркем, бейнелі әрі қонымды. Мұхтар Әуезов. Бүгін біз Ғабит Мүсірепов 17 жыл тұрып, жемісті еңбек еткен үйге келдік. Қазір бұл жер мемориалдық музей. Ендеше жазушының өмірі мен шығармашылық жолынан сыр шертетін жәдігерлермен танысайық. Мұражай әдеби және мемориалдық бөлімнен тұрады. Мұнда 4000-нан астам жәдігер сақталған. Бұнда көзге түсетін дүниелері мынау кітаптары. Негізі бұл кісінің 4000 кітап қоры болған. Көз тірісінде жаңағы 2000-ға жуығын ауылға кітапханаға берген екен, жаңа ауыл балалары оқысын деп. Өзі сияқты белгілі тұлғаларға, жазушыларға үндеу тастаған екен кезінде. Артық ауыз кітаптарыңыз болса, жаңағы ауыл мектептеріне, кітапханаларына өткізіңіздер деп. Қазір осы тұрған бөлмелеріңізде 2000 кітабы сақталынған. Бұл кісінің енді архивімізде қолжазбалары да сақталынған. Ғабит Мүсірепов қартайған шағында қолжазбалары мен шығармаларын биік үстелде тұрып жазған екен. Арнайы тапсырыспен жасатқан сол үстелі де өз орнында. Ғабит Мүсірепов шығармаларының басқа жазушылардай бірнеше нұсқасы жоқ. Себебі жазушы туындыларын қарындашпен жазған. Егер ұнамаса өшіргішпен өшіріп, қайта жазған екен. Содан болар, сіз бен бізге шығармаларының тек жалғыз нұсқасы жеткен. Жұмыс кабинетінде телефон, үстел шам, өткірлеп ұшталған қарындаштар, шыны сия сауыт, көзәйнек пен оянған өлке кітабының орысша басылымы тұр. Үлкен айна, самаурын, жазушының 60 жылдығына тарту етілген сағат та өз орнында. Бұл кісінің 3 хоббиі болған. Біріншісі аңшылық. Аң аулағанда енді ірі аңдарға емес, ұсақ түйек қаз, үйрекке шыққан. Екінші хоббиі бильярд ойнау. Қазір өзі Қазақстан Республикасында осы бильярд ойнаудан сайыстар жүріп тұрады. Мынау өзінің сол бильярд ойнаған таяғы, оның жаңағы чехолы, Алматы қаласындағы жазушылар одағының 2-ші этажда фойеге бильярдтың столын орнатқан осы Ғабит Мүсірепов екен. Үшінші хоббиі бұл кісі қай жерге барса да орман ағашына кірген кезде ұнаған ағаш бұтағын кескізіп алып, мынандай қылып ағаштарды жонған екен. Және бұл ағаштарды сәндік үшін ұстаған, достарына, таныстарына, жаны сүйген адамдарға сыйға тартқан екен. 2021 жылы музейде күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. 2022 жылдың 19 сәуір күні Алматы қаласы әкімінің қатысуымен ашылу салтанаты өтті. Биылғы жаңашылдығымыз мынандай тач панельдер қойылды музейімізге. Бұл тач панельді түрту арқылы ата-анасы туралы, қызметі туралы, бесеудің хаты туралы, жары Райсаға жазған хаттары туралы көруге болады. Мына жерден міне біздің өзіміздің архивінен қойылған бесеудің хатының нұсқасын көре аласыздар. Мынаны басып арқылы келесі бетіне ауысуға болады. Және де бір өзгешелік, мынандай экспозициялардың бұрышында QR-кодтар орналасқан. Осы QR-кодтарды телефонға түсіру арқылы, суретке түсіру арқылы орысша тілде, қазақша, ағылшын тілінде мағлұматтар ала аламыз. Және де бір ерекшелік, осы тач панельден Ғабит Мүсіреповтың сүйіп тыңдаған әндерінің дауысын ести аламыз. Күрделі жөндеу жұмыстарынан кейін музейде шағын кинотеатр ашылды. Мұнда Ғабит Мүсірепов шығармаларының желісімен сахналанған қойылымдар, кинотуындылар мен жазушы жайлы деректі фильмдерді тамашалай аласыздар. Ендеше бірге көрейік. Сау саламат бол. Сау саламат бол. Ғабеңнің соңғы айтқан сөзі, өзінің раясына бағышталған сөз. Ғабит Мүсірепов 1985 жылы дүниеден өтер алдында ақтық тілегін досы Мұхтар мен Әлшаппарға айтып жаздырған екен. Кешегі өткен Ғабиден досқа енді 2 жыл жүрсек жетпей ме дегенім бар еді. Сол мөлшерім мөлшер болды. Қойны суық қасиетті қара жер құшағына міне, мен де кеткелі жатырмын. Үмітпен, күреспен, сеніммен өткізген ұзақ ғұмырымды қорыта қарасам, қуанышым да, ренішім де мол екен. Жаңа қазақ мемлекетінің биік туы менің көз алдында көтерілді. Бүгінде күллі әлем назар ауған іргелі елге айналдық. Бірақ әдебиет пен өнер ұлы болмаған жағдайда ұлт ұлы болып есептелмейтінін ұмытпайықшы. Жан сүйсінтер бірлік жоқ жерде саналы тірлік те жоқ.
кейде мыстың алтынға, қыранның қарғаға телініп жататыны осының кесірі. Үлкен өнердің үлкен таза мінезі болуға керек. Өзім іргетасын қаласқан қазақтың ата әдебиетінің атынан, өздерін қадір тұтқан алыптар тобының атынан өтінемін. Мені соңғы сапарға шығарып саларда осы ақтық тілегімді еске алыңдаршы. Қалам ұстауға хәлім болмағандықтан хатты Әл-Жаппар мен Мұхтарға айтып жаздырдым. Ал қасиетті елім жерім, қиыспас дос жаран, ағайын туыс сәулелі жас ұрпақ, хош болыңдар. Ғабит Мүсірепов.